Үшінші күн. Өзіңе сену, ішкі күшіңді ашу. Бүгін сенің ішкі күшіңді зерттейтін күн. Өзіңе сену бұл өмірдегі ең маңызды қасиеттердің бірі. Көп адам өзіне сенбей, қорқады немесе әрекет етуден қашады. Олар өз мүмкіндіктерін шектейді, себебі сенімсіздік олардың ішкі әлемін басып алады. Бірақ сен бүгін өзіңе сенуге дайынсың. Өзіңе сенген адам ғана қиындықтарды жеңе алады, жаңа тәжірибелерді қабылдай алады және шынайы жетістікке жетеді. Өзіңе сену бұл тек оймен ғана емес, әрекет арқылы да дәлелденетін қасиет. Бүгін бір қадам жаса. Мысалы, өз қабілетіңді сынау үшін жаңа әрекет жаса, жаңа әдет баста, немесе өзіңе бір мақсат қой. Әр әрекет сенің сенімділігіңнің белгісі. Өзіңді сынап, жаңа нәрселерді үйрену арқылы сен өзіңді жаңа қырынан танисың. Бұл сенің ішкі сеніміңді нығайтады, сенің күшіңді арттырады. Көп адам қиындықтарға кезігенде өзіне сенуді тоқтатады. Олар мен бұл істі жасай алмаймын деп ойлайды. Бірақ шындық сенің қабілетің шексіз. Қиындықтар тек сенің күшіңді сынау үшін келеді. Сен өзіңе сенген кезде қиындықтардан қорықпайсың, оларды жаңа мүмкіндік ретінде қабылдайсың. Бүгінгі күнде сен өз мүмкіндігіңді толық пайдалану үшін әрекет жаса. Өзіңе сену бұл өзіңді басқалармен салыстырудан арылу. Басқалардың жетістігіне қызықпай, тек өзіңмен бәсекелес бол. Өткенді емес, бүгінгі күнді бағала. Сенің әрбір әрекетің сенің өсуіңнің белгісі. Әр қадам сенің дамуыңа, сенің күшіңді арттыруға мүмкіндік береді. Өзіңді жетілдіру бұл үздіксіз процесс, және сен бүгін осы процеске жаңа қадам жасайсың. Өзіне сенген адам өз мүмкіндіктерін арттырады, жаңа шешімдер табады, және өмірдегі қиындықтарды жеңіл қабылдайды. Сенің сенімің сенің жолыңның жарығы. Бүгін өз ойыңды бақыла. Теріс ойлардан арыл. Мен мықтымын, мен қабілетім шексіз, мен өзгере аламын деген сөздерді өзіңе айта біл. Позитивті ой сенің ішкі күшіңді ашады, сенің өміріңді өзгертеді. Өзіңе сену тек ішкі сенімділікті ғана емес, сонымен қатар сыртқы әрекеттерге де әсер етеді. Сен өз ісіңде батыл боласың, жаңа тәжірибелерге дайын боласың, қорқыныштардан арылсаң, жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Бүгін өзіңе бір жаңа мақсат қой. Бұл мақсатқа жету үшін нақты қадамдар жаса. Әр қадам сенің сеніміңнің дәлелі. Сен өзіңді сендіріп, ішкі күшіңді арттырасың. Бүгінгі күннің соңында өзіңді бақыла. Қандай әрекеттер сені сенімді етті? Қандай жаңа дағдыларды үйрендің? Өзіңді сынап, жетістікке жеткеніңді мойында. Өзіңді бағала, өз жетістіктеріңді көр, өз күшіңді сезін. Өзіңе сену бұл үздіксіз процесс, және сен бүгін осы процесті бастайсың. Бүгінгі күн сенің ішкі күшіңді ашу және өзіңе сенуге дайын болу күні. Сен әрекет еттің, сен өз қабілетіңді сынадың, сен өзіңді жетілдіруге қадам жасадың. Әр әрекет сенің өсуіңнің белгісі, әр қадам сенің алға жылжуыңның негізі. Сен өз өміріңді өз қолыңмен басқаруға дайынсың, және бүгінгі күн осы жолдағы маңызды қадам болып табылады.